Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығы және Ақбілек романы. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты. Әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну. Өз басым қазақта мұндай білімді, жан-жақты, дарынды жанды әлі кездестіргенім жоқ. Мен білетін Жүсіпбек тамаша жазушы, драматург, ақын, аудармашы, режиссер, әнші, музыкант, ғалым, көркем сынның негізін салған дарын деген екен ұлы жазушы Ғабит Мүсірепов. Енді сіздердің назарларыңызға Жүсіпбек Аймауытов туралы бейнебаян ұсынғым келеді. Тау толғатып жататын, төбелер аяқ ауыр, талай талант тудырған, Баянауыл, Баянауыл. Ақындар осылай жырға қосқан бұл өлке өз табиғатына сай тау тұлғалы дарындарды дүниеге келген. Сөз төркінін тергесең, Баянауыл атауының түбі Баян Ола. Көне түркі моңғол тілінде қасиетті тау дегенді білдіреді екен. Демек, қазақтың сан салалы тарихында қатпарлы із қалдырған ұлы адамдардың дәп осы мекенде тууы тегін емес секілді. Жүсіпбек Аймауытов қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Астан кестен ауыр, бірақ ерекше қуатты да қызық, ұлы революциялар заманында өмір сүрген Аймауытов өзінің осы қысқа ғұмырында артына аса бай, бағалы әдеби мұралар қалдырып үлгерді. Ол Шекспир, Гюго, Мопассан, Пушкин, Гоголь, Толстой шығармаларын бірқатар ғылыми еңбектерді аударды. Ал Қартқожа, Ақбілек, Күнікейдің жазығы, Шернияз, Ел қорғаны, Мансапқорлар пьесалары күрделі таланттың қазақ әдебиеті тарихындағы өлмейтін орны бар шығармалар болып қалмақ. Жүсіпбек Семейде жүрген кезде Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Әлихан Бөкейханов сияқты алаш зиялыларымен танысады. 1929 жылы басталған кеңестік қуғын-сүргін кезінде Қазақстандағы ұлтшылдық ұйыммен байланысы бар деген жаламен тұтқындалып, ұзақ тергеуден кейін 1931 жылы ату жазасына сырттай үкім шығарылған. Сарқылмас мөлдір бұлақтан бүлкілдеп аққан тұнық су бастауынан ұзаған сайын арнасы тарылып, құмға сіңіп жоқ болды. Алайда, сол қайнар бұлақтың қазақ руханиятына сарылдап кеп қойған сағасы ешқашанда су алмайды. Кеше балалар көрген бейнебаян мен алдыңғы білімдеріңді пайдалана отырып, тапсырманы орындайық. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударамыз. Бұл тапсырма категориялы топтастыру деп аталынады. Яғни кім, қашан, қайда және қандай деген сұрақтарға ақын өмірі мен шығармашылығын пайдалана отырып жауап береміз. Балалар, олай болса, берген жауабымызды дұрыс немесе ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік. Ендеше, кім? Ақын, жазушы, драматург, аудармашы, зерттеуші, публицист. Қашан? 1889 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы өмірден озған. Қайда? Павлодар облысының Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылында дүниеге келді. Қандай? Күнікейдің жазығы, Шернияз, Мансапқорлар пьесаларымен қатар Қартқожа, Ақбілек романдарын жазды. Ал енді мен сіздерді Ақбілек романымен таныстырайын. Ақбілек романы былай басталады. Өскеменнің ар жағында Бұқтырманың, оң жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың күнгейінен Құбыла жаққа қарай аққан құлай ағып, ертіс түскен, күз күзеткен күршім бар. Алтай, күршім не заманнан қалың найман мекені. Марқакөлді мекен еткен Мамырбайдың алтын сырға күміс шолпысы сылдыраған ай күні жас түлегі Ақбілек деген жалғыз қызы болатын.
Мамырбай ауылын банды шауып, әйелін өлтіріп, бой жетіп оң жақта отырған қызы Ақбілекті солдаттар алып қашып кетеді. Ақбілек қайдағы бір қашқын, банды, тіпті атында білмейтін ақ әскерінің офицері Қарамұртқа ермек болады. Бір күні арттарынан қуып жеткен қызыл әскерден безе қашқан ақтар жан-жаққа бытырай зытып жөнелген кезде Ақбілек бандылардың ескі жұртында керексіз бір заттай болып қалып қояды. Қасқырға жем бола қала жаздап, арып ашып, ажал тырнағынан әрең дегенде құтылып шығып, өліп талып туған ауылына жеткен Ақбілекті бұрынғыдан да сорақы азап, мазақ, қорлық күтіп тұрған. Алдымен есіркеп, мүсіркеу, аяу, артынан қорлық, мазақ, табалау атаулының тозақ отына өртенген Ақбілек бәрібір тірі қалады. Заман ағысы, өмір толқыны бірте-бірте ескі жараны емдеп, тіршіліктің жаңа жапырақтары қылтиып көгеріп өсе бастайды. Ағасы Төлегеннің соңынан іздеп барып оқуға түседі. Семей, Омбы қалаларын көреді. Қырық шырақта ел емес пе? Келер күндерден үміт күтіп әрекет жасайды. Ақбілек халқымыздың өткен өмірі мен тарихының, қазақ қызы мен әйелінің тағдырын кең көлемде суреттеген тағылымды туынды. Ел мұратын асқақтатқан, ұлт руханияты мен көркемдік танымын биік белеске көтерген даңқты туынды. Олай болса, ендігі кезекте бүгінгі сабағымыздағы мақсат бойынша сіздерді шығарманың сюжеттік композициялық құрылысымен таныстырайын. Шығарманың сюжеттік композициялық құрылысы шығарманың басталуы, яғни табиғат бейнесі, Алтай таулары, Күршім, Марқакөлді суреттеуден басталады. Жалпы шығарманың байланысы бұл Ақбілектің сол көзінің тартуы жаманшылықтың белгісіндей болған кезде басталады. Шығарманың дамуы бұл Мамырбай ауылына ақ әскердің шабуыл жасауы. Шығарманың шиеленісуі, яғни оқиғаға Мұқаштың кінәлі екенінің анықталуы мен Ақбілектің орыс ортасындағы өмірі. Шығарманың шарықтау шегі, Ақбілектің ажал аузынан қалуы. Жалпы шығарманың шешімі Ақбілекке Іскендір Дуананың кезігуі, ауылына оралуы болып табылады. Олай болса, шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын анықтау үшін тапсырма. Тапсырманы дескрипторға назар аудара отырып, үзінділерді оқып, сюжеттік композициялық құрылысы бойынша сәйкестендіріңіз. Жарайсыңдар балалар. Өздерің берген жауапты енді тапсырма бойынша берілген дұрыс жауаптар немесе ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік. Қыз табылмай сандалып долданып қайтқан 3 орыс бәйбішесінің арқасына 25 қамшы соқты. Бұл оқиғаның дамуы. Әлден уақытта арсалаңдап бір аш қасқыр Ақбілек отырған қостың аузына келіп қалды. Бұл оқиғаның шиеленісуі. Соны ойлап келе жатқанда бір дөңестің астынан ағараңдаған бір шошақ нәрсе қылт ете түсті. Ақбілек сасып қалды. Оқиғаның шарықтау шегі. Түнде шайға оятқанда Ақбілек тұрмай жатып қалған. Таңертең Ақбілек көзін ашса, үй толған кісі. Оқиғаның шешімі. Алтай, Күршім, не заманнан қалың найман мекені. Сол Алтай мен Күршімнің қысы қыспақ, жазы самал. Бұл оқиғаның басталуы. Көзім тартып тұрғаны несі деп бір бұртаңдап қойған еді. Бұл оқиғаның байланысы. Балалар, бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді жетілдіру үшін өзіндік жұмыс ұсынып отырмын. Бұл пікір пирамидасы деп аталады. Яғни, алдарыңызда берілген пікір пирамидасын толтырамыз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, берілген жауаптарыңды дұрыс немесе ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік. Пікір пирамидасы. Бірінші бөлімдегі басты оқиға 5 сөзден тұру керек. Ақбілекті ақ әскерінің алып қашуы.
оқиға орны уақыты 4 сөз, Алтай өңірі азаматтық соғыс. Басты кейіпкерлер 3 сөз, Ақбілек, Мұқаш, Қарамұрт. Шығарманың негізгі ерекшелігі 2 сөз, психологиялық роман. Өз ойым 1 ауыз сөз, бұны өздерің толықтырасыңдар. Бүгінгі сабақтағы іс-әрекеттеріңіз туралы 3-2-1 әдісі бойынша кері байланыс жасап, дәптерге жазып, маған жіберіңіздер. Балалар, біздер бүгінгі сабақта Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығымен таныстық. Ақбілек романының 1 бөлімі бойынша сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіндік. Олай болса, осы тапсырмалармен қатар Дарын онлайн платформасында берілген Жүсіпбек Аймауытов өмірі мен шығармашылығы туралы тапсырмаларды орындап, маған жіберулеріңізді сұранамын. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.